Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода сіздермен осындай өте дәмді, жұмсақ, ауызда еритін балды торттың рецептімен бөліскелі отырмын. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, өте оңай жасалады, әрі дәмі керемет болып шығады. Ең алдымен балға 4 дана жұмыртқаны қосып, миксермен жақсылап араластырып алуымыз қажет. Корждардың дәмі қосатын балға да байланысты болады, сол себептен балдың тазасын қосуға тырысыңыздар. Міне осылай көбейіп, кішкене ағарады түсі. Енді үстіне ұнымызды қосамыз толықтай. Мен електен өткізіп алдым. Оның үстіне қопсытқышымызды қосамыз. Тағы да миксермен бір келкі масса болғанша араластырамыз. Міне осындай аппақ әп-әдемі болып шығады. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп, пергамент төселген табаға бір тегіс етіп жайып алуымыз қажет. Әр коржымызды қызып тұрған духовкада 5-6 минутта пісіріп аламыз. Міне, піскен корждарымызды суытуымыз қажет. Корждарымыз суығанға дейін креміне кірісейік. Мына жерде 2 дана жұмыртқаға шекерді қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Сразу осындай отқа жарамды ыдысқа құйғандарыңыз жақсы. Араластырып алдық. Енді үстіне кукурузный крахмал және ұнды салып, тағы да венчикпен араластырып аламыз. Дәл осы креммен жасап көріңіздер. Бұл крем тек қана бұл медовый тортқа емес, Наполеон тортына да өте жақсы барады. Тағы да көптеген торттарды осымен пропитать етуге болады. Енді үстіне сүтті аз-аздан құя отырып, венчикпен үнемі араластырып отырып, осылай қосамыз. Мен сүтімді алдын ала ысытып алдым. Ысытып алып қоссаңыздар да дұрыс. Өйткені қазір отқа қоятын боламыз, сол кезде біздің креміміз оңай дайын болады. Енді отқа қоямыз. Орташадан төмендегі отқа қойып, үнемі араластырып отырып, қоюланғанша ұстаймыз. Не осындай болып қоюланады. Енді қайнап бастағанда оттан алып суытамыз. Қайнатпа кремі суығанға дейін, мына жерде сармайға вареный сгущенканы салып, миксермен жақсылап миксерлейміз. Сармай міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Сонда миксермен араластырғанда үлпілдек болып шығады. Толықтай араластырып алдық. Енді үстіне суыған қайнатпа кремімізді аз-аздан қоса отырып, миксермен араластырамыз. Бірден барлығын қосып жібермеңіздер. Осылай аз-аздан қосып араластыратын болсақ, біздің креміміздің үлпілдек қалпы сақталып қалады. Міне осындай үлпілдек тура мороженыйдың дәміне ұқсас крем болып шығады. Креміміз дайын. Енді біз тортымызды жинауымыз қажет. Корждарымызды 2 бөлікке бөліп аламыз, сонда 8 корж шығады бізде. Әрбір коржымызға 3-4 ас қасық кремнен сала отырып, корждарымызды жинаймыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді, нәзік болып шығады. Және каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, пікірге жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын.
Міне осындай биік торт болып шығады. Үстінен сливкиден жасалған креммен безендірдім. Оның үстіне қалаған фруктыларыңызды қойып әсемдесеңіздер болады. Мен құлпынайды қолдандым және құлпынайдан жасалған желені қолданатын боламын. Тегістейміз бетін. Міне, осындай әдемі торт шықты бізде. Сіздерде де осындай өте нәзік, дәмді торт шығады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлзира, баршаңызға рахмет.